Баймұрат Ержан Нұрланұлы 5 тамыз 1973 жылы Атырау қаласында өмірге келдім. 90 жылы мектеп табалдырығын бітіргеннен кейін Ақтөбе медициналық институтына оқуға түстім. 96 жылы сол оқуды ойдағыдай бітіріп, емдеу ісі бойынша дәрігер атағын алдым. 96-дан 2014-ге дейін әскери қызметте, шекара қызметінде бөлім меңгерушісі болып, әскери бөлім меңгерушісі болып жұмыс атқардым. Одан кейін зейнеткерлікке шығып, осы наркология бөліміне бөлім меңгерушісі болып жұмысқа кірдім. Өзімнің жұмысымды наркологияға келгенде де әр жердің сферасы әртүрлі. Сразу үйрену үшін алдындағы жұмыс жасаған дәрігерлерден сабақ алып, дәрістер алып, соның арқасында мамандығыма сай өзіме мағлұмат алып, жақсы практика алып, жұмыс барысын жасап келе жатырмыз. Бала кезімнен арманым осы дәрігер болу, мектеп табалдырығында жүргенде де дәрігер болуды аңсадым. Ақ халатты абзал жан болып, өзімнің туысқандарым, достарымның ортасында да осы дәрігер мамандығы болып жұмыс жасайтын медицина қызметкерлері де бар. Осы мамандықты таңдау үшін, дәрігер мамандығы, менің әкемнің қарындасы, ол да тәжірибелі дәрігер. Соған қарап, соның арқасында осы мамандыққа аңсап, оқуға түсіп, соның арқасында бітіріп шықтым. Сонымен күнделікті жұмысымыз жасап, жұмысымызда жүрміз. Еліміз тыныш болсын, халқымыз тыныш болсын. Сол науқастардан алғыс алып, әр уақытта жүрейік.